бәлкім асыға күтіп те отырған шығарсыздар. Өзімді жанымды қоярға жер таппай кеттім. Осылай мүмкіндікті пайдаланып тікелей эфирге шығуға тура келді. Астана қаласындамыз. Енді 1-2 концерт қана қалды. Алла қаласа Мұхтар Шаханов ағамыздың кешіне келіп дайындықта отырмыз. Үлкен кісіні, жаңа ағамызды қолымнан келгенше іздеп көрдім. Таба алмадым. Кешірім сұрау үшін әрине анда-мында іс-сапарда жүргеннен кейін пендеміз ғой, мүмкін жүйке сыр берген шығар. Ашуға бой алдырып қойғаным рас. Өйткені шынымен қытығыма тиетін сөздерді көп айтты. Біреулердің жаны ашып, жаны қалмай жақтасып жатқанын көріп, кейбіреулердің жаны кіріп жамандап жатқанын көріп, өзім жауап берейін дедім. Ол жерде менің кешім болғаннан кейін менен басқа адамдар қанша айтқанмен ешкім сенбей жатқан сияқты, құлақ аспай жатқан сияқты ауырып шыққаным рас. Өте солтүстік жақтың Сарыарқаның аязын жақсы білесіздер. Ол кешке Павлодардағы кешті негізі жасамай қоюға да болушы еді, бірақ мен кішкентай жүгіріп жүрген бүлдіршіндерді көріп, қандай жағдайда болсам да бір-екі ән болса да айтып шығуға бел будым. Менің кешім болғаннан кейін ағайын, мен айтыскер ақын болғаннан кейін көп адам менен сөз күтеді, әңгіме күтеді. Мен бір әнді орындар алдында міндетті түрде ол әннің авторын айтуым керек, және қалай шыққан оқиғасын білгенімше айту ол менің міндетім сахнадағы. Соны көп кісілер көп сөйлейді дейді, айыптайды. Мүмкін халық өзі таразылап алады ғой, әркім әртүрлі талап қояды. Десе де кішкентай бүлдіршіндер суретке түсуге шығады. Енді саны көп өте суретке түскісі келетін адамдардың. Мен олардың бетін қайтарып, көңілдерін қалдырғым келмейді еш уақытта. Халықтан сұраймын, бірақ суретке түсейін бе деп сұраймын. Олар иә дейді. Сол кезде балконда отырған бір үлкен ағаның дауысы естілді. «Ей, Төреғали» деген дауыс естілді. Сол мен жалт қарап қалып едім. «Тоқтат суретке түсуді» деді. Мен үндегенім жоқ. Жарайды дедім. Сіздердің ауылдарыңыз, өздеріңіз би, өздеріңіз қожасыздар, өздеріңіз білесіздер. Өйтіп енді залдан өте көп адамдар сөйлей береді. бір концерттерде сонда үлкен кісілер ерке қайда деп айқайлап шулайтын кездер болады.